Төртінші лекциямыздың тақырыбы инклюзивті білім беру жағдайында оқу орнын басқару. Жоспарымыз инклюзивті білім беру жағдайында оқу орнын басқару мәселесі жөнінде айтатын боламыз. Арнайы білім беру ұйымдарының жаңа білім беруге көшудің қажеттілігі қоғамдағы әлеуметтік тапсырыстың жауабы ғана емес, ол бүкіл объективті себептермен сипатталады. Атап айтқанымызда, бірінші, ерекше білімге қажеттілігі бар балалардың санының жыл сайын, әсіресе әлеуметтік және экологиялық жағымсыз аудандарда өсуі. Екінші, дамуында ауытқуы бар балаларға білім беру жағдайларының аз түрде қарастырылуы. Келесі, арнайы ұйымдар контингентінің қысқаруы. Келесі, ерте түзетушілік педагогикалық көмек көрсету моделінің кең түрде таралуы және түрлі министрліктер мен мүмкіншілігі шектеулі балаларды ерте біріктіріп оқытудың бағдарламасын қарастыру. Келесі, ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды тәрбиелейтін ата-аналардың белсенділігінің жоғарылығы және өз баласын оңалту, абитациялау процесіне енуге дайындығы. Келесі, білім беру мекемелері мен түрлерінің жаңа типтерінің ең алдымен психологиялық, медициналық, педагогикалық консультацияның, ерте көмек көрсету ұйымдарының, лекотелларының психологиялық, педагогикалық және медициналық әлеуметтік көмекті қажетсінетін балаларға арналған мекемелердің ата-аналар мен педагогтарға адрестік, кәсіптік көмекті көрсететін тәжірибе барысындағы біріктіріп оқытуда жүзеге асыратын жалпы білім беру ұйымдарының пайда болуы. Келесі, аудан немесе ауыл аймағында тұратын балалармен бірге жүргізілетін вариативті бағдарламаны жүзеге асыратын ұйымдардың ашылу жоспарындағы муниципалды аймақтық өзін-өзі басқару мүмкіндіктерінің кең түрде етек алуы. Келесі, балалардың оқыту мен тәрбиелеудің барлық жағдайында білім алуының сапалығына қойылатын мемлекеттік жаңа талаптар. Назарларыңызға рахмет.